алтыншы кнопка ол бізде маска, яғни линейный маска, квадратный маска, слой деп айтады. Әр приложениеде атауы бөлек болғанымен міндеті, қызметі бір. Яғни бір кадр мен екінші кадрдың үсті жанасқан кезде осы екеуінің арасындағы бір границаны, немесе клоун жасаған кезде, қасыңызда бір адамдар пайда болған кезде кадрды екіге бөлесіз, визуальный, сол визуальный мындай линияны бізге маска жасап береді. И жетінші кнопка ол бізде непрозрачность, немесе склеивание, немесе бір-біріне жабыстыру. То есть бір кадрды екінші кадрдың үстіне непрозрачность арқылы біз қоямыз. Жалпы осы инструменттердің барлығын меңгеріп алсаңыз, белгілі бір дәрежеде монтаждалған видеоны жасай аласыз. Екінші варианты бар, енді, конечно, ол ары қарай түрлендіру, күрделене берген сайын кете береді. Ол громкостьті алып тастау, музыканы экспорттап алып келу, выдержка из видео жасау, оның барлығы негізі жасалынады, егер пост қылып салатын болсаңыз. Бірақ қазір стористарға видеоның барлығын музыканы сол жерде сразу бірден таңдап алуға болады. Сондықтан оларға тоқталған жоқпын. Басты осы 7 инструментариумды меңгеріп алсаңыз болды. Ақпарат пайдалы болса, бүгінге осы. Сіздер білесіздер не істеу керек екен. Реакциядан бөлек айтпақшы, егер мобилографияны үйреніп жүрген адамдар болса, соларға осыны самолетчик арқылы жіберсеңіздер. Ертеңгі болатын ақпарат бұдан да әдемі болады деп ойлаймын. Кездескенше. Чао!